Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Түшоры каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде бейтаныс адамды көрсеңіз қалай жүру керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Адам баласы түсінде әртүрлі құбылыс пен бейнелерді көреді. Кейде өмірінде бұрын-соңды кездеспеген адамдарды да түске еніп жатады. Бұл жазбамызда мұсылманша түс көру түсіндірмелеріне негізіне ала отырып, түсінде енген бейтаныс әйел бейнесін нені білдіретінін талқылаймыз. Түсінде сәнді әрі жарасымды көйлек киген бейтаныс әйелді көруі қуанышты күндер мен тұрақтылықты білдіретін жайлы айтылады. Ер адамның жағдайы жақсарып, отбасылық өмірінде бақытын табады. Ер адам түсінде өзіне кеңес беріп жатқан әрі сабырлы қылықпен күлімсіреген қарт ананы көрсе, өмірінде сәттілік болады. Ал керісінше жұпыны киінген кескін кейпі сұсты әрі әйелді көруі қиын күндерден бастан кешіп жатқанын білдіреді. Тұрмыс құрмаған қыздың түсінде бейтаныс әйелді енуі оның өмірінде болатын кейбір жағдайларды жайлы хабар етеді. Тағы бір түсіндірмесінде тұрмысқа шықпаған қыздың түсінде өте сұлу әйелді көруі оның өмірінде жақын арада көп ақша мен жақсылық болатыны жайлы айтылады. Егер қыз түсінде көрікті бейтаныс әйелді көрсе, бұл сабағында немесе жұмысында жақсы нәтижелер болатынын аңдатады. Ал жамылғы жамылып отырған бейтаныс әйелді көруі қыз баланың өмірінде жағымды жаңалықтар болатынын білдіреді. Түсінде толық денелі бейтаныс әйелді көрудің бірнеше белгісі бар екендігін жеткізген. Мұндай түс көрген адам көптеген жақсылықты күтеді. Ал түске кірген белгісіз әйел қандай да бір зиян келтіруге тырысса, бұл аса жағымды іс болып саналмайды. Егер тұрмыстағы әйел түсінде бейтаныс әйелдің оған жақсы жаңалық немесе жағымды әңгіме айтып жатқанын көрсе, онда жақын арада жүкті болу екендігін білдіреді. Сонымен қатар қомақты қаржыға ие болуы ықтимал. Отбасылы әйел түсінде жүзі жылы бейтаныс қарт ананы көрсе, бұл оның тұрмысының гүлденіп, күйеу екеуінің арасындағы қарым-қатынастың жақсара түсетінінің белгісі. Ал түске енген бейтаныс қарт ананың жүзі мұңды болып көрінсе, күнделікті өмірде аздаған сәтсіздіктер болуы мүмкін екендігін білдіреді. Жүкті әйел түсінде сұлу әрі бейтаныс әйелді көрсе, өмірінде мол ризық несібе күтеді. Жан дүниесі тыныштық табады. Аяғы ауыр әйел бойындағы қорқыныштан арылып, жағдайы жеңілдей түседі.